Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 80-ші сабақ көрікті көктем. 7-ші тарау қоршаған орта. Көктемнің сәні. Таң атты. Жан-жануарлар ұйқысынан оянды. Қартайғандікі ме? Аң патшасы арыстан кешеуілдеп тұрды. Керілді, созылды, айналаға көз салды. Дала жайнап тұр екен. Көңілденіп сала берді. Жар салыңдар дейді жолбарысқа. Барлық аң жиналсын. Арыстанның маңына аңдар толып кетті. Бәріңе бір сұрақ беремін дейді арыстан жиналғандарға. Көктемнің сәні не? Гүл тақсыр дейді қасқыр. Көктемнің сәні гүл емес пе? Көктемнің алғашқы мерекесі де 8-ші наурыз гүлмен сәнді ғой дейді. Жасыл желек дейді ақбөкен. Көктемнің сәні жасыл желек емес пе? Жасыл желек көк майса, жанға сая дейді ақбөкен. Жасыл желек көп болса, ауа да таза болады дейді. Хош иіс дейді қабан. Көктемнің сәні хош иіс дейді қабан. Хош иіс көзге көрінбесе де әдемі иіс. Мұрныңды жарады. Керемет емес пе? Хош иіс көңіл күйімізді де көтереді ғой дейді. Мөлдір су дейді қоян. Көктемнің сәні мөлдір су дейді қоян. Су біздің өміріміз бен денсаулығымыздың қайнар көзі. Су барлық тіршілік иесіне өмір сыйлайды дейді. Көктемнің сәні жылылық дейді арқар. Жылылық, мейірім бар жерде тыныштық болады. Әлемді мейірімділік құтқарады емес пе дейді. Көктемнің сәні нөсер дейді киік. Нөсер, яғни жаңбыр жауса, жер беті көгереді, орман, тоғайлар, гүлдер көктейді. Жан жағымыз жап-жасыл болып, қызылды, жасылды бау болады. Керемет емес пе дейді. Көктемнің сәні ашық аспан дейді түлкі. Аспанымыз ашық болса, жер бетінде ешқандай соғыс болмаса, сол сән емес пе дейді. Көктемнің сәні салқын самал дейді бұғы. Көктемде салқын самал жел соғып тұрса, сән деп соны айт дейді. Салқын самал жаныңа дем береді дейді. Көктемнің сәні еңбек дейді піл. Еңбек деген ең жақсы қасиет. Еңбек еткен адамның несібесі көбейеді дейді. Көктемнің сәні шалқыған көңіл дейді аю. Көңіл шалқу үшін әдемі, тәтті әндер, күйлер тыңдаймыз, демаламыз. Көңілдің шалқуы да бір сән емес пе дейді. Көктемнің сәні шаттық дейді керік. Мына өмірдің қызық екенін сезіну де шаттық қой. Ендеше бәріміздің шат күлкіміз, қуанышты кездеріміз сән емес пе дейді. Көктемнің сәні күлкі дейді борсық. Күлкі денсаулыққа өте пайдалы. Көңіл күйді көтереді, бақытты боламыз,
ендеше күліп жүрейік дейді борсық. Аңдар айтып біттік дегендей іркіліп қалды. Арыстан үнсіз тұрған елікке көзін қадады. Сен неге үндемейсің? Тақсыр, мен айтатын ештеңе қалған жоқ. Меніңше көктемнің сәні осы айтылғандардың бәрі. Солардың бәрін қоссақ, көктемнің сәні шығады дейді елік. Еліктің сөзіне бәрі қол соғып риза болды. Аңдар көңілді тарасты. Ертегі ұнады ма, балалар? Достарымызды шақырып, каналға тіркелейік.